15 қыркүйек күні кезекті 22 жылдығын Қазақстан қарулы күштерінің ең ірі жедел аумақтық бірлестігінің бірі оңтүстік өңірлік қолбасшылығы атап өтті. Осыған байланысты Тараздағы оңтүстік өңірлік қолбасшылығының штаб-пәтерінде салтанатты сап түзеу рәсімі өтті. Жылдан жылға оңтүстік өңірлік қолбасшылығының құрылған күні атап өтілетін қыркүйек айында басшылық өкілдерінің көпшілігі және әскери бөлімдердің жеке құрамы полигондарда болады. Өйткені дәл осы уақытта әртүрлі оқу-жаттығулар, далалық лагерлік жиындар, практикалық сабақтар өткізіледі. Биылғы жылы да көрініс бірдей. Бірақ бұл өңірлік қолбасшылықтың құрылуына кезекті жылдығына орай салтанатты сапқа тұрудан бас тартуға себеп болған жоқ. Кейін оңтүстік өңірлік қолбасшылығы деп аталған оңтүстік әскери округ 2000 жылы Қазақстан Республикасының әскери реформасының бекітілген тұжырымдамасы шеңберінде және ел президентінің жарлығы негізінде құрылды. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскерінің жауапкершілік аймағына Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстары кіреді. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскерлерінде қызмет ету біздің офицерлер мен келісімшарт бойынша қызметкерлерге өте үлкен сабақ. Ең ірі бірлестік бола отырып, оңтүстік өңірлік қолбасшылығы маңызды мәселелерді шешті. Оңтүстік әскерлерінде елдің оңтүстік шептерінде әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша маңызды міндеттер жүктелді. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы полигондарының аумағында ең маңызды, ауқымды және халықаралық оқу-жаттығулар мен іс-шаралар өткізіледі. Осындай іс-шаралардың ішінде республикалық ауқымдағы стратегиялық командалық штабтық оқу-жаттығулар, Шанхай ынтымақтастық ұйымы және ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы шеңберіндегі халықаралық оқу-жаттығулар, армия халықаралық ойындарының конкурстары, жауынгерлік шерулер және тағы да басқасы бар. Қазіргі уақытта оңтүстік өңірлік қолбасшылығының әскерлерін генерал-майор Мереке Көчекбаев басқарады. Оның қолбасшылығымен оңтүстік бөлімдері мен бөлімшелерінің әскери қызметшілері елдің қорғаныс қабілеттерін нығайтуға қуатты үлес қоса отырып, өзінің кәсіби деңгейін арттыруды және шыңдауды жалғастыруда. Тахмина Тәлбіжан, Дина Мухаринова, Владимир Мартынко, 7-7 News.